Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Қыр суреттері. Кешке дөң басында. Жаздың жайлы кеші. Бойды сергітетін қоңыр салқын леп дымқыл тұнық ауада біліне бастаған. Зәр қайтқан қызыл күн әлсізденіп, таудан асып, ұясына кіріп барады. Жұқалаң, ұзыншақ көп бұлт қызыл сеңдей болып, батар күнді ентелеп қамап тұр. Қара көк тұңғиық аспан күн батысқа тақаған жерінде қызыл торғындай, кейбір жерінде қызылы өрттің жалынындай жайнайды. Күннің ақырғы сәулесі түсіп тұрған тау бастары көлеңке басқан қоңыр жердің алтын шатырындай нұрланып, қызғылттанады. Дөң басы қазіргі уақытта өзгеше көңілді. Кешке жақын у-шуы көбейіп, азан-қазан болған ауылдан шығып, биік сары дөңге көтеріліп келе жатқанда, бойың биікке тарта бергендей болады. Белгісіз үміт күткен қомағай көз айналаны шарлайды. Кейбір жерде көз ұшында аспан төніп жерге қонып, жақындасып, жымдасқандай көрінеді. Кейде жерден көтерілген биік таулар егіректеліп, аспанға созылғандай. Күнбатыстан басқа жақтың пішіні сұрғылт тартты. Алыста қара қошқыл тауда бетіне көлеңкедей әжімі жиылып, салқын пішіммен түнергендей. Ептеп қоңырқай тартқан иесіз дала жеңіл тұманды жамылып сазарғандай. Жым-жырт. Күн батты. Қызыл шапақтың көрікті ажары минут сайын бәсеңдеп, дүниені қаптаған сұмдықтан жеңіліп барады. Жас баланың үзілген жердегі түсіндей болып, қаны тамған қызыл бетке аз-аздап көшкіл сұрғылт өлім таңбасы араласқанға ұқсайды. Құлаққа ойдағы ауылдардың үні келеді. Қабат-қабат қалың таулардың арасында еріліп жатқан жасыл сайдың бойын құлдыйлай қонған 3-4 ауыл. Ерім-ерім әр ауылда алқа қотан тігілген қараша үйлердің қалың ортасында бір-бір ақ үй, жарық айдың қара су ішіндегі суретіндей жарқырай түседі. Аралары жақын. Бәрінің де айналасы неше түлік мал. Кешкі жайлыстары бір-бірімен қосылып жатыр. Әрбір үйдің жер ошағынан будақтап, бықсып шығып жатқан түтіндері кейде аспанға шығып, кейде өлкеге жайылып тарайды. Ауылдардың арасымен жасыл сайды жарып аққан жіңішке өзен. Кейде турағып, кейде иіріліп, бұраң шимай жасайды. Жаңа жамыраған қозылар енелерімен бірге у-шуынан басылып, ауылдардың екі жағындағы адырларға тырағайлап өріп барады. Кешкі суға жаңа қайтып келе жатқан топ-топ жылқы ішіндегі түсі айқын қылаңдармен шұбарланып, жасыл шалғының үстінде пыр-пыр етіп келе жатыр. Шыңғырып тебіскен, үйірін іздеп кісінеген дауыстары кешкі ауадан қатты жаңғырып көтеріліп еді. Еркектің көбі су жағасында әңгіме құрып, жылқы аралап жүр. Ауыл кеші өзгеше жанданғандай, қатын бала, кемпір шалға шейін тыста, әркім әртүрлі шаруамен қарбаласады. Әсіресе малшы-жалшы, қоңсы қолаңшы біткеннің әбігер машақаты әуре сарсаңы бітер емес. Тек жетіскен үйлерден шыққан қолы бос, еріккен қыз келіншек, 2-3-тен қосылып қалжыңдасып, күлісіп, сыңқылдасып, су жаққа барып, біресе топтанып ойнап, дөң асып кетіп жатыр. Бұлардың тобынан жырылып қалған сұлу қыз
ақ көйлек, қара камзолымен ауылдың түсін ашып, даланың өзінше бір күйін еске түсіргендей болады. Жұқа қара шапанын ақ білегіне арта салып, бұл да бір дөңінен асып барып, омырау қалтасына бағана асығыс бүктеліп салынған хатты алып оқып отыр. Өзенді өрлеп, Саршегірдің шабытты кезінде құс өлтірмек болып келе жатқан бозбала судыр қағып, жылжып келе жатқан бозжорғаны қайта-қайта тебініп асығады. Түрілген суық қабақты анда-санда бір қағып, өзен бойына қадалып келе жатқан Саршегірдің алтындай сары көзі ашумен от бүркіп тұрғандай. Еліріп ек қаққандай болып, анда-санда қылмаңдаған басынан өлімнен де таймайтын іздегенге жау екені білінгендей. Басын шайқап, кекшитіп екі қанатын салбыратып жіберіп, шыдамсызданып отыр. Аңшының қолғап киген қолына жембасарымен, тегеурінмен сығымдап қысып қояды. Бір мезгілде асығып келе жатқан аңшы тасада отырған екі қаздың тұсына келіп қалып, қайта жалт берді. Жемді көзі шалып қалған Саршегір қолына жата қалды. Аңшы жылдамдатып кейін шегініп келіп, бозжорғаны қамшылап, дабылды ыңғайлап алып, шаба жөнелді. Бірер секундтың шамасында қаздарға жақындап келіп, қаршығаны серпіндетіп лақтырып жіберіп, дабылды қағып жіберді. Дабылдың дауысынан шошынып ұшқан қаздар қанаттары судырлап, қарбаласып тік ұшты. Садақтың оғындай суылдап, қыран жөнелді. Құлшынып жөнелген Саршегір ұшқыр қанатын сып-сып еткізіп, екі-үш қаққанда әлі күнге үйіліп, жөнел алмай бара жатқан қаздардың қасына жетіп қалды. Келесі секундта Саршегір машинаның айналысындай бір айналыс жасағанда, аспандағы үш құстың жарқ-жарқ еткен шапшаңдығы ұйқы-тұйқы болып жанталасқан қарбаласы көрінді. Ар жағында аңырап тұрған аңшы, қабақ қаққандай уақыт өткенде, бір қазды шалқасынан ұстап сығымдап, төмен қарай созылып келе жатқан Саршегір көрінді. Қыран қазды шұбатып алып түсіп, басып қалды. Аман қалған қаз аспаннан төгілі келіп сабаласа да, Саршегір жемін жіберген жоқ. Әне, аңшы да атын борбайлап шаба жөнелді. Қысқы түн. Қыстың ұзақ түні. Үлкен таудың ішінде жел гуілдеп соғып, ақбұран ұйтқып ойнап тұр. Қараңғы, тұманды түннің жанды шоштатын суығы қақарлы. Ашуы келіп, аласұрған қатты дауыл бетіне қарсы қараған затты жерге қаққандай болып құлшынып тұр. Ысқырып, бұлқынып, жынданып келе жатқан жолында беті қара жартас, жапырағынан айырылған әлсіз ағаш, қарауытқан кішкене қора көрінсе де екпіндеп келіп, кеудесімен соғып, ақ түтек боранның қиыршықтанған ақ тозаңын шашып, беттерін дамыл көміп тұр. Долы желдің айдауына түсіп, түтіндей болып, ала қаншықтанған ұсақ қар ұйтқып келіп, қуыс жердің бетін басып жатыр. Шыңтау, тентек желдің ашуымен ойнағанына қарап, тұманды ойға батқандай, бас жағы бұлт қараласып, мұнарланып, түнеріп тұр. Ақ боран көк пен жерді бір-біріне араластырғандай. Аспандағы ай, жұлдыз, жердегі қара құрадан ешбір белгі жоқ. Айнала аппақ болып тұтасып алған. Биік тауға екпіндеп ойнап шығып, шың басында өнеріне сүйсінгендей ойнақ салып, етекке қарай ысқырып құлап жөнелгенде, долы дауыл сай бойында жын перінің күйіне билегендей болады. Ағындап құтырып келіп, жартасқа соғып қорқытпақ болып, көрігін басы гүлдейді. Жер тартып, шаңын аспанға шығарып, ақ көбігін атқытып шабынады. Біресе жабысып келіп құшақтап, жарығына кіріп ысқырып, тербетіп, оятпақшы болады.
кейде одан өтіп, өзектегі қалтырап жаурап тұрған жас тоғайға келіп, жерге шейін басын игізіп, тәжім еткізіп, арасынан суылдап, бұран қағып, ойнап өтеді. Кейде бұның бәрін тастап, ұрысайға тығылып отырған кішкене қораның үстіне келіп, ақ түтек болып ұйтқып, ойнағын салып, жер жүзінен жоғалтпақшы болады. Суық болып үскіріп, боран болып аласұрып, әлсіз адамға қыр көрсеткендей қақарланады. Кішкене терезеден көрініп тұрған әлсіз жарық, тыстағы дауылдың ілебінен қалтырағандай, суықтан бұғып бәсеңдегендей, жарығы да дірілдеп, ала көлеңке болып әлсірейді. Тынымсыз соққан боран ұйтқып, ұйлыққан қар терезенің төменгі көздерін басып, жоғары таман өсіп келеді. Кішкене үйдің іші жүдеу, сарылған сары уайымның таңбасы үй ішіне түскендей. Пештің қасында тұрған жалаң бас лампы үй ішіндегі қараңғылықты зорға жеңіп, жапылдап, ала көлеңке болып жанып тұр. Үй ішінің барлық жаны құраған кемпір мен шал және 10 шақты жасқа келген ауру бала. Кемпір шалдың бұдан бір ай бұрын сүйектен өлген келіні мен азамат баласынан қалған жалғыз ұрпағы осы бала еді. Бұл да 10 шақты күннен бері қарай сүзек болып, қазірде ауруы қатайып, хал үстінде жатыр. Баланы пештің жанына жатқызып, кемпір мен шал екі жағында бүрсейіп, жүдеп, жаны қысылып жатқан жалғыздарына телміріп қарап, сарылып отыр. Жалғыз қабат терезеге екпіндеп келіп, соққан қатты дауыл біресе гуілдеп шыдамсызданып, біресе ысқырып әлек салып, біресе дүрсілдетіп, от ойнатқандай болып құтырып, ауру баланы қайта-қайта шошытып оятады. Терезенің тесіктеріне кірген тыстағы суық енді бу болып шығып, үй ішіне тарап тұр. Бала сағат сайын нашарланып, сөнуге арналған жарықтай төмендеп барады. Кемпір шал айласы бітіп, әлі құрып, кәрі көздерінен улы жастарын ағызып, мойындарына бұршақ салып, тілеу тілейді. Сыйынбаған аруақ, жалынбаған әулие қалған жоқ. Екеуі де іштегі қайғыны айтыспай ұғып отыр. Орталарындағы жалғыз тірек, жалғыз қанат кеткен соң, күндері не болады? Ер жеткен бала мен келін өлген, жанашыр жан жоқ. Бүгінгі соғып тұрған боран жалғыз бүгін емес, қыстай соққан. Бір жағы соның салдарынан, бір жағы баласы ауру болғандықтан, қолдағы азынаулақ малы күтілмей, бәрі де жұтап, таусылған. Енді аз күнде бұлардың басына келгелі қолын созып, төніп, аштық тұр. Жалғыз алданышы, жұбанышынан айырылып, қу моладай құлазып қалатын жетімдік, қу бастықта бүгінгі күн келгелі тұр. Ендігі өмір не болар? Келесі күн қандай күйге ұшыратыр? Белгісіз, түсі суық, жылдай созылған ұзақ түн өтпеді. Суық дауыл, ақ боран ашылған жоқ, бұрынғысындай құтырып, шабынып тұр. Зәрлі түн әлсіз жанды жұтқалы жалана берді. Бұл түнмен ауру баланың өмірі жары салған жоқ. Аздан соң демі бітіп, үзілді. Түнгі боран басқан жалғыз қурайдай, айда қарша аласұрған суық табиғаттың арасында баланың әлсіз өмірі де таусылып, жарығы сөнді. Қысты күнгі дала. Қалың қарды жамылған ақ дала. Айналада көз тоқтатарлық бұдыр жоқ. Ақ кебінге оранған дүние ұзақ ұйқыға батқандай, өлім тыныштығындай зор тыныштық басында ұйықтап тұрғанға ұқсайды. Тіршіліктің бір белгісі білінбейді. Көзге түсетін жан иесі жоқ. Жер жүзін тылсым буғандай, ызғарлы қар, суық аяз тас қылып қатырғандай.
Дала жайылған кебінге ұқсайды. Алыстағы биік жота жамырайған пішінімен тіршілікті көмген молаға ұқсайды. Аспанда ажарсыз сұр бұлт қаптап алғандықтан таң ертеңнен бері күн көзі көрінген жоқ. Кір басқандай болып, жабырқау тартып түнерген сұр бұлттар кәрі көңілге келген қажыған ойдай болып, қансызданып, жүдеу тартады. Алыстағы көлбеп жатқан жоталар, биік таулар түс ауғаннан бер қарай еттеп қарауытып, мұнарланып келеді. Даладағы күңгірт түс басы биік тауға аздап жайылып жеткендей. Мұңайып, қайғы басқан ұзақ далада көз тоқтайтын қарайған, алыстағы ақ таудың бауырында тұрған жалғыз қора. Көз ұшында қарауытып, нобайы көрінген ауылдан жұлындай болып шығып жатқан жіңішке түтін көрінеді. Айналасында қарауытқан малы, қыбырлаған жан еш жоқ. Ызғарлы аяз жан иесінің бәрінде жауратып, жүдеу тарттырып, жылы жайды іздеткендей. Айналадағы жансыздық, өлім ызғары ауылға да өзінің таңбасын басқандай. Күн екіндіден асып, батуға тақаған, салбыраған табиғат күннің жансыз жарығынан қажығандай болып, түн тыныштығына қарай ерте бастан бой ұрғандай. Күн батпаса да, аспан қоңырқай тартып, қараңғыланып, тау түнеріп сұрлана бастап, бейуақтың мезгілінде бұлттың түсіне қосылғандай. Аз-аздап жер мен көк жалпақ сұрғылт түске боялып, тұтасқандай болды. Кеш батқаннан бері күн шығыстан азырақ жел тұрып, қатаңдап, жаңадан жауған күпсек қарды сырғанатып, жаяу борасындап тұр. Ауылдан күн шығысқа шығатын жалғыз аяқ жолда ақырын ілбіп келе жатқан жалғыз жіңішке қарайған көрінеді. Қалың қар жүрісіне бөгет болып, қозғалысын өндірмейді. Келе жатқан қарайған жаяу екен. Түн жақындағандықтан жүрісін тездесе де, қалың қарға қайта омбылап, малтығып келеді. Жетімсіреген елсіз далада жалғыз келе жатқан жаяу, зұлымдық, зорлықтан қашқан жас келіншек Рәбиға. Бұдан 1 жыл бұрын Рәбиғаның күйеуі өлген. Жас келіншек қосағынан айырылған соң, жылау мен қайғыдан қарарлы жылын өткізген. Күйеуінен қалған жақын туысқан жоқ болатын. Жақында жылын берген соң, бұлардың жамағайыны Жақай Рәбиғаны алмақшы болады. Әмеңгершілік жолымен жасы 60-қа келген кәрі шал болса да, Жақай Рәбиғаның иесі болып шыққан. Шалдың бұл ниетін маңайдағы ағайын туысқан түгелімен дұрыстаған. Бұл іске қарсылық ойлаған жалғыз Рәбиға әлсіздік, жалғыздығынан күш көрсете алмаған. Сондықтан кешегі күні жұрт жиылып, шал мен бұның некесін қиған. Бірақ шалдың қураған сүйегі, тастай суық денесі Рәбиғаны алғашқы күн-ақ шошытты. Жылы ойынына шал кіріп келе жатқанда жылан кіргендей болып жиренді, қалтырап тоңды. Рәбиға сол минуттан-ақ келер күннің қайғы шерін көз алдынан санап өткізді. Сол қайғыдан құтылу үшін, жас денесін суық жыланның зәрінен құтқару үшін бүгін Рәбиға қашып шыққан еді. Үстіндегі жұқа киімінен суық өтіп келеді. Қарсы алдынан ызғырықтап соққан суық жел ішіне кіріп, икемін кетіре бастағандай. Мезгілсіз шыққан жас әйелдің алдындағы тілегі бостандық, ақырғы үміті, жалғыз бауыры Мұқаш. Рәбиға бұдан бұрын үйімен хабарласқанда, бүгінгі күн бауырына ат әкелдеп тапсырған болатын. Соның берген уәдесіне сеніп, үйінен шығып кеткен. Омбығарда кебісі қарға толып, жүруге бөгет қыла берген соң, екеуін де шешіп алып, қолына ұстап келеді. Аяғында жалғыз ғана мәсісі бар. Күн кешкіріп түнге айналып, өзі жаурап тоңа бастағандықтан, Рәбиға кезең-кезеңге шыққан сайын бауырын асыға іздеп, алдына қадалып қарайды. Қайғымен түйілген қабағында жанға батқан жалғыздық қорқынышпен араласып білініп тұр. Кеш әбден батып, түн бола бастады. Көз бойланып дүние қараңғы тартқандықтан маңайдағы көп нәрсе көрінбеуге айналды. Боранда мезгіл сайын қатайып, ақ түтек бола бастады. Аз уақыт өткен соң,
Рәбиғаның басы айналып, әуелгі бетінен адасты. Жүрегіне жақын жанды іздеп, үмітпен қадалған көзіне қара тұрған тобылғы, қарайып жатқан таста келе жатқан кісі тәрізденіп, елестей бастады. Бәрінің де қасына келген сайын үміті дал болды. Аяғында әлі құрып, бір жерге келіп шынтақтап жығылды. Құлағына суылдап ысқырып тұрған жел даусынан басқа таныс дыбыс естілмейді. Өмірмен арпалысқан сорда елдің көз алдына өлім қаупі елестей бастады. Қол аяғы қатып, үсінуге айналды. Бір мезгілде құлағына ұйтқып соққан желмен бірге ұлып тұрған қасқыр дауыс естілді. Аш қасқырдың ұлуы естілген сайын Рәбиғаның зәресі ұшып, өмірінен күдерін үзді. Аздан соң әбден есінен адасып, жалғыз өзі аласұра бастады. Саушылықта жанына сүйеу көрген әке шешесінің бауырының атын атап шақырады, күйіп жылайды. Рәбиға қиналған күйде енді өлдім-ау деп бойсына берген уақытта ғана көмегіне сеніп шыққан бауыры Мұқаш келіп тауып алды. Қасына барғысы келіп құшақтап, үлкен сеңсеңшікті үстіне жауып жылытып, жылай бастағанда Рәбиғаның есі шала кіріп, ақырын сыбырлап: «Жалғызым, сенен басқа сүйінішім бар ма еді? Неге кешіктің? Мені неге қинадың?» деп дірілдей берді. Боран үскіріп соғып тұр. Асау жел ащы күйінен жаңылған жоқ, ойнақ салып ысқырып тұр. Ақ дала меңіреу болып түнеруде.